Қайырлы күн оқырмандар, сіздерге балықтан жасалған котлет дайындайтын боламын. Тез әрі оңай дайындалады, жасап көріңіздер. Ең бірінші пиязымызды тураймыз. Табамызды қыздырып, кішкене май құямыз. Пиязымызды салып, қызарғанша қуырып аламыз. Суға енді нанымызды батырып, тез арада сығып аламыз. Сарымсақты қатты күйдірмеңіздер. Кейін балығымызға нан, пиязымызды салып, ет тартқыштан барлығын өткіземіз. Тартылған балығымыз дайын болды. Оған енді тұз, крахмал, паприка, бұрыш және сливке құямыз. Қалауларыңызша дәмдеуіш қоссаңыз болады. Маған паприка ұнайды, сол үшін мен оны көбірек қосамын. Сіздердің әрине өз қалауларыңыз. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Бір-біріне қосылу үшін жақсылап соғыңыздар. Міне араластырып болдық. Енді формалауға көшеміз. Мен бірдей болу үшін таразыны пайдаламын. Әрине ол өз еріктеріңіз. Осылай 100 грамнан әр котлетімді өлшеп аламын. Қолдарыңызды формалаудан бұрын суға салуға ұмытпаңыздар. Сонда қолға жабыспайтын болады. Сіздерге енді бір лайфхак, котлеттеріңіз әдемі көріну үшін осылай пышақтың көмегімен шетін әдемілеңіздер. Және үстіне осындай сызықтар жасауға болады. Соңында панировочный сухариге немесе ұнға аударып алыңыздар. Мен сухариді үйде жасаймын, нанды пешке кептіріп, кейін блендерден өткізіп аламын. Барлық котлеттерімізді міне аударып алдық. Осындай өте әдемі болып көрінеді. Енді котлеттің екі жағын қуырып аламыз. Кейін пергамент қағазын төсеп, жақсылап котлеттеріміз пісу үшін 180 градусқа 15 минутқа пешке жібереміз. Астына мен картоптың пюресін және үстіне қаймақты соусын құйдым. Астарыңыз дәмді болсын. Видеом ұнаса, лайк және комментарий қалдыруға ұмытпаңыздар.